Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер, қазақ әдебиеті пәнінен онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кеңістік пен уақыт деп аталатын бөлімдегі Оралхан Бөкейдің өмірімен, шығармашылығымен таныс боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі сабақтың мақсаттары мен бағалау өлшемдеріне тоқталып кетсек. Бүгін біз сіздермен әдеби шығарманың жанрлық табиғатына талдау жасау арқылы ұлттық құндылықтардың мазмұндылығын контексттермен үндестіреміз. Яғни әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін айқындаймыз. Осы мақсатқа жету үшін біз сіздермен алдағы берілген мақсатқа жету үшін біз сіздермен тақырыпты жақсы меңгеріп, берілген тапсырмаларды дұрыс орындауға тырысуымыз керек. Суретте кім бейнеленген? Ойланып, жауап беріп көрейік. Дұрыс айтасыздар, суретте бейнеленген бұл кісі Оралхан Бөкей. Яғни бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз осы кісі жайлы болады. Оралхан Бөкей, яғни суретте бейнеленген Оралхан Бөкей 1943 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатан-Қарағай деген ауданда Шыңғыстау жерінде дүниеге келген. Жазушы, драматург, журналист, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы жастар сыйлығының лауреаты, Островский атындағы бүкіл одақтық әдеби сыйлықтардың лауреаты екен. Оралхан Бөкейдің өмірімен біз қысқаша танысып алдық. Яғни Оралхан Бөкей қазақ әдебиетінің драматургия саласына, журналистика саласына өзінің үлесін қосқан тұлғалардың бірі екен. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, атақ дәрежесі бар тұлғалардың бірі. Оралхан Бөкейдің өмірбаянымен таныс болсақ, Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Қатан-Қарағай деген жерде Шыңғыстау тауында дүниеге келген. Найман тайпасынан Көкжарлы Қаратау руынан шыққан болатын. Әкесі Бөкей көп сөйлемейтін, сөйлеу қалса сөзі өткір, қанжардай қиып кесетін, сөзге шешен, астарлап сөйлейтін, өз ойын дәл жеткізетін, рухты, мықты, жаны таза адам болған. Анасы Күлия көреген, ділмар, аузын ашса көмей көрінетін, ашық кісі болған екен. Үнемі топ бастап жүретін, қажет жерінде қиынынан қиыстырып өлең де шығарған болатын. Керемет дауысы бар әнші болған. Отбасында бір ұл Оралхан, 5 қыз Шолпан, Әймен, Ләззат, Мәншүк, Ғалия. Және Оралхан дүниеге келгенде сұрапыл соғыс жылдары болғандықтан әкесі оған Оралға еңбек майданына аттанғанда тез болатын. Анасы Күлия әкесі еңбек майданынан аман есен оралсын деп ырымдап сәбидің атын Оралхан деп қойған екен. Оралхан Бөкей өзі көп сөйлемейтін, сондай бір тоғай, білімді, бала кезден зерек, әдебиетке деген ынтасы ерекше балалардың бірі болған. Ол семьясында жалғыз бала болғаннан кейін өзінің артынан ерген әпкелерінің және қарындастарының үлгі тұтатын ағасы, інісі ретінде өзін жақсы көрсете білген. Отбасында беделді, сыйлы, сондай бір тоғай, көп сөйлемейтін, әкесі сияқты мінезі жандардың бірі болған.
1965-1968 жылдары еңбек туы газетінде корректор, аудармашы, редактордың орынбасары, Шығыс Қазақстан облысының коммунизм туы Дидар газетінде әдеби қызметкер болып жұмыс атқарған. Оралхан Бөкей 1968 жылы Республикалық Лениншіл жас Алаш газетінің шақыруы бойынша Алматыға келген. Оның журналист болып, жазушы болып қалыптасуына Шерхан Мұртазаның ағалық қамқорлығы да ерекше әсер еткен болатын. Ешкімге белгісіз Шыңғыстайдағы тракторшы баланың бойынан жалындаған талант отын байқаған Шерхан Мұртаза оны Алматыға жетелеп әкеп, дуылдаған қаламгердің қаламының қауымның, яғни қалың ортасына салды да жібереді. Өмірінің соңына дейін ол журналистика мен жазушылыққа қатар алып жүреді. Яғни Оралхан Бөкей ол тек қана осы үлкен жасында емес, кішкентай кезінен бастап зерек, сондай білімді балалардың бірі болған. Ол Лениншіл жас газетінің де жұмыс атқарған, журналистика саласымен бөлек жазушылықты қатар алып жүрген болатын. Ол еңбек ту газетінде жұмыс атқарған, Қазақстанның коммунизм туы деп аталатын газетінде әдеби қызметкер болып жұмыс істеген. Және де бұл Оралхан Бөкейдің жақсы қырынан көрінуі. Марапаттарына келетін болсақ, Оралхан Бөкей 1976 жылы «Құлыным менің» пьесасы үшін Қазақстан Республикасы Жастар сыйлығының лауреаты атағын алған болатын. Ал 1978 жылы «Найзағай ісі» деп аталатын повестер мен әңгімелері үшін Островскийдің атындағы бүкіл одақтық әдеби сыйлықтың лауреаты атанған. Ал 1986 жылы «Біздің жақта қыс ұзақ» деп аталатын повест арқылы, яғни әңгімелері үшін Абай атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты және наградтарына ие болған. Бұл Оралхан Бөкейдің жарты ғана марапаттары, яғни Оралхан Бөкей айтып кеткеніміздей білімді, білікті, өз ісінің шебері, әдебиет саласының бір маманы ретінде қалыптасқан тұлғалардың бірі. Ол білімді болып та ғана қоймай, журналистика саласына, әдебиет саласына өзінің үлесін қосқан жандардың бірі десек те болады. Ол «Найзағай ісі», бағана «Біздің жақта қыс ұзақ» деп аталатын шығармалар арқылы, бұдан да көп шығармалар арқылы әлемге танылған болатын. Енді сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз сіздермен Оралхан Бөкейдің өмірімен, шығармашылығымен, марапаттарымен, қазақ әдебиетіндегі ойып тұрып орын алатын жайлы сөз еттік. Оралхан Бөкей біз үшін әрқашанда ұлы тұлғалардың бірі болу керек. Біз әрбір ақынымызды, жазушымызды ұмытпауымыз керек. Біз оларды әрқашанда үлгі тұтып, солардың шығармасын болашақ ұрпаққа насихаттап жүруіміз керек. Дей отырып, бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймын. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде осы бейне жазбаны көріп, кері байланысқа шығып, өздеріңіздің рефлексияларыңызды білдірулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видео сабағымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар.